Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен осындай керемет блинчиктар рецептімен бөлісіп тұрмын. Жыртылмайтын, қатты болып шықпайды, өте жұмсақ болып шығатын мына осылай ажурный блинчик рецепті. Сіздерге егер видео рецептін ұнаса, лайк басып, коммент жазып кетіңіздер. Сохранить етіп қойыңыздар, жоғалтып алмау үшін. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаларымызды жағып аламыз. Бізге бұл жерде 4 штук жұмыртқа кетеді. Енді қантымызды салып, шым-шым тұзымызды салып, жақсылап венчикпен біркелкі болғанша араластырып алатын боламыз. Енді бұл жерде піскен сүт қолданамыз. Піскен сүтімізді құйып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды бірінші електен шығарып аламыз. Содан кейін барып, жаңағы жұмыртқа массамызға 2-3 бөлікке бөліп салатын боламыз. Барлығын бірден салып жібермеңіздер. Чайный сода салып жіберіп, жақсылап араластырып алатын боламыз. Разрыхитель емес, чайный сода салып жатырмын. Ендігі кезек бізде қайнаған ыстық су саламыз. Жайлап салып, осылай біркелкі болғанша араластырып алатын боламыз. Ең соңында барып, бұл жерде пісте май, яғни сұйық май құйып араластырамыз. Бұл бізде блинчиктерімізге өте маңызды, сұйық май. Обязательно құюларыңыз керек. Біздің блинчигіміздің массасы қою сұйықтығы мына осылай болады. Көріп алыңыздар. Енді пісіріп аламыз. Қызып тұрған табамызға бірінші пісірердің алдында жақсылап ожаумен араластырып жібереміз. Бір ожаудан алып пісіріп аламыз. Ішіне май жақпаймыз, майсыз да өзі пісе береді. Шеттері қызарған кезде пышақпен жайлап шетін көшіріп алып, осылай қолымызбен аударып екі жағын қызартырып пісіріп аламыз. Тез дайын болады. Міне блинчиктеріміз пісіп жатыр. Осылай жұмсақ, керемет болып шығады блинчиктеріміз. Май құйып отпаймыз, жақсылап араластырып жібереміз. Содан кейін барып бір ожаудан құйып пісіріп аламыз. Осылай беттері тесік-тесік болып әдемі болып шығады. Шеттерін кішкене пышақпен көшіріп алып, одан кейін барып арғы бетін аударып, осылай бірдей етіп пісіріп алатын боламыз. Қараңыздар, не деген сұлулық. Осындай блинчиктер көргенсіздер ме? Тесік-тесік болып, ажурный болып, күшті болып шығады. Міне біздің барлық блинчиктеріміз дайын болды. Бұл жерде 23 штук шықты. Егер сіздерге сатылымға шығаратын болсаңыздар, одан да осы рецепті 2 есе көбейтіп жасасаңыздар болады. Енді ішіне начинка салып жасасаңыздар болады. Олар өздеріңіз қалауларыңызша. Ішіне творог салсаңыздар күшті болады. Фарш пен пияз қуырып салыңыздар, немесе варенье, чоко-крем, шоколадтар орап салсаңыздар болады. Фруктылармен араластырып, барлығымен күшті үйлеседі. Біздің осымен блинчиктеріміз дайын. Ас болсын, парақшама тіркеліп кетіңіздер.